Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен Перизат, бүгін сіздермен сосиска в тесте жасамақшымыз. Ал бірге жасайық. Жұмсақ өте дәмді болып шығады. Алдымен осы заттарымызды дайындап алдық. Сүт құйдық жылы сүтімізге. Жұмыртқамызды салып, шекерімізді салып, араластырып жібердім жұмыртқамызды. Үстіне сарбайымызды салып, ұнымызды салып жібердік. Ұнымызды електен өткізіп, жақсылап қолдың көмегімен қамырымызды илеп аламыз. Жұмсақ қылып илейміз. Жұмсақ қылып илеп, ол қамырымызды жарты сағатқа ашытып алдық. Дайын болған қамырымызды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Осылай бөліктерге бөліп жайып аламыз. Пышағымыздың көмегімен осылай шеттерін кесіп үстін 20 минутке жауып, үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Осылай жасасаңыздар өте дәмді, тәтті болып шығады. Дайын болған сосиска в тестеміз.